Бүгінгі сабағымыздың мақсаты ол әрине эксперимент арқылы түсіну және шағылу бұрыштарының тәуелділігін анықтау, айналық және шашыранды шағылудың мысалдарын келтіру және түсіндіру, жазық айнада дененің кескінін алу және оны сипаттау. Жалпы біздер жазық айнада шағылу заңдарын жете түсіну, яғни осы тақырыптар болады. Олай болатын болса, мына жердегі суретті қарайық. Біздер жарықтың айнаға шағылып адамның денесіне түскенін көріп тұрмыз. Солай ғой, яғни біздің артымыздағы машиналардың көліктің айнасына шағылу арқылы біздің көзімізге көрініп тұрғандығын көріп тұрмыз. Түсініп отырсыздар ғой, яғни осы арқылы біздер тақырыбымызды видеоролик арқылы ашып жіберсек. Бұл тәжірибеде жарықтың тегіс беттен шағылуын зерттейміз. Алдымен тегіс айнаны белгілі бір сәуленің жолына қойып, оның шағылуын байқайық. Сәуленің айна бетке түскен нүктесінен айна жазықтығына перпендикуляр сызық саламыз. Біз бұл сызықты жазықтыққа тұрғызылған перпендикуляр немесе нормаль деп атаймыз. Нормаль мен түскен сәулесінің арасындағы бұрышты түсу бұрышы, ал нормаль мен шағылған сәуле арасындағы бұрышты шағылу бұрышы деп атаймыз. Егер түсу бұрышы үлкейетіндей етіп айнаны қозғасақ, онда шағылу бұрышы да үлкейеді. Түсу бұрышы мен шағылу бұрышы тең екенін айта кетейік. Жарық сәулесі әрқашан түсу бұрышына тең бұрышпен айнадан шағылады. Өте маңызды сипаттамалардың бірі түсу бұрышы мен шағылу бұрышы бір жазықтықта жататыны. Бұл тәжірибеде ол оптикалық үстел жазықтығы болады. Бұл екі тұжырымдама шағылу заңы ретінде белгілі. Оқушылар, біздер осы видеоролик арқылы, яғни жарықтың шағылуы, түсуі және жарықтың шағылу бұрышы, түсу бұрышы туралы ақпараттарды білдік. Енді өз көзімізбен осы көрген видеоролигімізді тәжірибе ретінде жасап келіп ортаға екі оқушы. Біз бұл тәжірибеде, яғни біз 40 градустың бұрышынан мінекей сәулені түсіреміз. Сәулені ортаға центрға түсірген кезде біздерде мына жақтан да 40 градустың бұрышынан істейді із көреді. Яғни түсу бұрышы біздерде тең шағылу бұрышына. Біз осыны тәжірибе жүзінде анықтап көре аламыз. Мінекей. Біздерде PET программасы арқылы біздер тәжірибе жасап көрейік. Трансформаторды қоямыз мына жерге. Және біздер белгілі бір бұрышпен сәуле түсірейік. Қазір мен 30 градуспен жарықты түсу бұрышын жасаймын. Түсу бұрышы біздер 30 градус болатын болса, шағылған бұрыштан нешеге тең болып тұр бізде? 30 градусқа тең болып тұр. Осы арқылы сіздер өздеріңіздің білімдеріңізді жетілдірсеңіздер болады, яғни өздеріңіз білетін қандай программамен PET жұмысы арқылы. Мінекей тағы бір мысал келтірейін. 60 градус бұрышпен қанша шағылып тұр? 60 градуста шағылып тұр. Енді оқушылар жарықтың шағылу құбылысын әрмен қарай сипаттайтын болса, біздерде түскен сәуле және шағылған сәуле және мына екі аралықтағы нормаль, яғни осы жазыққа түскен перпендикуляр екі аралығындағы бұрыш біздерде түсу бұрышы болып табылады екен. Және қарама-қарсы түскеннен кейін жаңа біздің сәулеміз шағылды ғой мына беттен. Айнаның беттен шағылды ғой. Шағылған кездегі бұрыш ол біздерде не болады? Шағылу бұрышы болып табылады екен. Яғни біздерде 40 градус бұрышта түскен болса, қанша градус бұрышта шағылады? 40 градус бұрышта. Енді осы жарықтың шағылу заңдары бойынша сіздерге мына жердегі АО, ол не? Түскен сәуле, ал ОБ, бұл жерде осы аралықтағы альфа және гамманы біздер тарқатайық. Альфа дегеніміз бұл жерде альфа бұрыш түскен бұрыш, ал бұл жерде гамма шағылған бұрыш болып табылады екен. Енді осы жарықтың шағылу заңдары бойынша екі қағида бар. Ол түскен сәуле, шағылған сәуле және перпендикуляр тұрғызылған бір жазықтықта жатады. Немесе оны нормал деп атаймыз. СО. Және де екінші түсу бұрышы шағылу бұрышына әркез тең болады. Ол жазық айнаның бетінде. Мінекей альфа тең гаммаға. Түсіндіңіздер ғой? Келесі. Біздерде жарықтың шағылуы диффузиялық және айналық болып екі түрге бөлінеді. Біріншісі диффузиялық. Ол дегеніміз, егер жарық кедір-бұдыр бетке түссе, одан шағылған жарық шашырайды, мұны диффузиялық шағылу деп атаймыз. Мысалға ретінде
тамшылардың бетінен біздер өзіміздің бейнемізді анық көре алмаймыз. Солай ғой, жердегі. Және құдыққа да біз бүйтіп анық қарайтын болсақ, кейде бір тас бір нәрсе салып жіберетін болсақ, оның несін өзіміздің бейнемізді анық көре алмаймыз. Ал егер ол тынық болатын болса, біз оның бетінен не істей аламыз, бейнемізді анық көре аламыз. Сол секілді. Ал айналып дегеніміз, егер жарық мұқият тегістелген немесе айналып бетке түссе, одан шағылған жарық шоғы параллель шоқ түрінде шашырайды, оны айналып шағылу деп атаймыз. Мінекей көріп отырсыздар ма? Параллель. Көріп отырсыздар ма? Параллель жарық шоқтары салдың сабақта өткендей. Енді осы диффузиялық және айналып шашырауға мысалдар. Мінекей бұл айналып, міне теректің суретін судан анық көріп тұрмыз. Ал екінші күннің сәулесін судан шашырай көріп тұрмыз, мінекей. Көріп отырсыздар ма? Келесі енді ой қозғау. Біздерде осы түскен сәуле бойынша біздер бұрыштарды анықтайық. Біріншісінде мына аралықтағы бұрыштар 30 градус түскен бұрыш және шағылған бұрыш нешеге тең болады? 30 градус болады, 30 градус. Енді қарайық, мына аралық нешеге тең болады? 60. Неге? Тік бұрыш 180 градус неге тең ол? Жазықта бұрыш 180 градусқа тең. Олай болатын болса, бізде мінекей мына аралықтағы шағылған бұрыш нешеге тең? 30-ға тең. Мына аралық нешеге тең? АМ 60-ға тең. Жалпы қаншаға тең? 20 градусқа тең болады екен. Мына жерде шешімі көріп тұрсыздар. Келесін анықтайық. Екінші сурет бойынша. Мына жерде шағылған бұрыш 73 градусқа тең. Мына екі аралық нешеге тең болады? ВН 17 болады. 17, 73 нешеге тең? 90-ға тең. Мына екі аралық нешеге тең болады? Түскен бұрыш 73-ке 90 қосқан кезде қанша болады? 160. Сонда мына біздің табатын АН аралығындағы бұрыш қаншаға тең болып тұр? 163-ке тең болып тұр. Түсіндіңіздер ғой? Келесі, біздер шағылудың қолданысын, аясын біздер қарастырайық. Біріншіден тұрмыста біздер осы жарықтың шағылуын көптеп кездестіреміз. Олар мысал ретінде мінекей жиһаздардағы айнадан біз өзіміздің кескінімізді көре аламыз, және біздер күнделікті өмірде автомобильдерде көп қолданамыз. Мына жерде стоматологияда біздер тісімізді қараған кезде де біздер осындай құралдарды шағылу құбылысын көптеп қолданады екенбіз. Және де бұл перископ дейтін құрал, бұл су асты кемелерінде судың бетіндегі кемелерді көру үшін. Бұл перископта қараңыздар. Мына жерден кескін, мына жерге келеді, сәуле 45 градус бұрышта шағылады екен. Шағылады да бағытын өзгертіп, мына ішінен бағытын өзгертіп, тағы да 45 градус бұрышта түседі және шағылады екен. Осылай бізге перископ құралы судың бетіндегі нәрселерді бізге несін береді, кескінін бере алады екен. Түсіндіңіздер ғой? Келесі, біз күнделікті өмірде қолданатын айна, жазық айнадан нәрсе кескіні қалай пайда болады екен. Нәрсе дегеніміз ол сіз, біз, кезген денелер болып табылады. Енді осы нәрсе осы айнадан қалай шағылады? Қарайық, біріншіден жазық айнадағы нәрсе кескіні жалған болады екен. Кескіні әркез жалған болады. Екіншіден Д аралығы айнадан нәрсеге дейінгі ара қашықтық. F дегеніміз айнадан кескінге дейінгі ара қашықтық болып табылады. Енді осы аралықта біздер айттық қой, жазық айнадағы нәрсе кескін жалған болады деп. Сол үшін екеуі бір-біріне ара қашықтығы тең болса да, жалған болғаны үшін оның алдында, мінекей, F-тің алдында минус тұрады. Сонда біздің формуламыз D тең болады, минус F-ке тең болады екен. Мысалға ретінде нәрсе айнадан 5 метр ара қашықтықта тұрса, кескін айнадан қанша метр ара қашықтықта тұрады? 5 метр былай айтқан кезде. Түсіндіңіздер ғой? Бізде айтып тұрмын, айнадан нәрсеге дейін қашықтық, айнадан кескінге дейін қашықтықтан
тең болады дейді. Және мына жерден шағылады. Су бұрышы, шағылу бұрышы. Және мына жерден не істейді? Прямой жалған кескін орын алады. Жалған кескін орын алады. Яғни біздерде мына аралықта 1 метр жерде нәрсені тұратын болса, жазғы айнадан мына жақта да 1 метр жерде не істейді? Жалған кескін пайда болады екен. Олай болса кескіні тура төңкеріліп тұрған жоқ. Нақты өлшемді, яғни 1 метр болса 1 метрді, жалған. Түсіндіңіздер ғой, жалған екен. Енді осы нәрсенің бірінші жазғы айналардағы көбірек кескінделуі. Мінекей, мына жерде ол қалай дәлелденеді? Егер екі жазғы айнаны үстел-үстен 1-1,72 градус бұрыш жасайтында вертикал орналастырып, олардың арасында бір нәрсені қойса, онда айналардан барлығы 4 кескін көруге болады. Енді мына суретке қарай, мына жерде 90 градус бұрышпен бір-біріне қанамарсы қойған, вертикал бағытта. Бір денені қойған. Олай болатын болса, мына жерден неше кескін көріп тұрмыз? 3. Нәрсені есептемеген кезде 3 кескін көріп тұрмыз. Енді қарай, мына жерде 360 бөлінген бұрыш минус 1. Бұл осы кескіннің санын шығарады. Енді қарай, 90 градус дедік біздер 360-90-ға бөлінген кезде қанша? 4-тен 1 жазған кезде қанша? 3-ке тең. Олай болса, біз айнада неше кескін көріп тұрмыз? 3 кескін көріп тұрмыз. Түсіндіңіздер ма? Есеп берісі шығара аламыз ба? Жарайды. Келесі, біздердегі сіздерге тапсырма, әр топқа бір-бірден тапсырма берем. Сол тапсырманы орындайсыздар, тақтаға шығып қорғайсыздар. Сіздерге тапсырма. Бірінші тапсырма. Сіздерге тапсырма. Мынаны берейін. Сюда не было. Ал оқушылар, қай топ дайын, тапсырманы орындап, кімдер орындап болғансыз? Үш топта болма. Жақсы, бірінші топ келе қойсаңыздар. Мында 45 градус айна тұрғанын түсіп, қайттан шалып, қайттан мына 45 сәулесі 45 градус тұрған айнаға түсіп, кескін бізге топтың кескіні көрінеді. Ал бұл жерде болса, осы жерге келіп 45 градусқа сәуле 45 градустан түсіп, шығу сәулесі түскен сәулемен бірдей болған соң, тағы да 45 градусқа шағылып, кескін көрінеді. Жақсы. Отыра қойсақ, дұрыс па? Жақсы, жауап тексерейік. Көріп отырсыздар, жауаптарыңыз бірдей екен. Келесі, лазер сәулесінің тіркегішке келіп түсетін жолын салып көрсетіңдер. Екінші топ келе қойыңыздар. Лазер сәулесі түскен бұрышпен дәл осы 45 градуста келесі бұрышқа солай түседі. Бұл кескінде лазер сәулесі әр шағылу бұрыштарына тиіп, бұл жерде 45, 60, 30 градустарына тиіп, осы жолдар бойынша тіркегішке келіп түседі. 40 градус. Дәл солай шағылған бұрышта 40 градус болып түседі. Неге Б? Неге А емес? Себебі бұнда шағылысу бұрышымен түскен бұрыш аз. Градусы өте. Ада нешеге тең? Ада 60 градусқа тең. Яғни Ада түскен бұрышымыз біздің 60 градусқа тең, ал Б суретінде 40 градусқа тең. Яғни бізде де сұрап тұр, қайсы жағдайда түсу бұрышы аз деп тұр. Жауап дұрыс па? Жауабы дұрыс екен. Жақсы, рахмет, отырыңыздар. Жақсы, жауабын көрдік қоя, Б нұсқасы екен, түсу бұрышы ең азы. Енді олай болып болса, бүгінгі сабақ бойынша сіздерге кері байланыс табыс баспалдағы арқылы. Ең алғашқы сұрақ, бүгінгі сабақта не туралы оқып үйрендік? Жазғы айна. Сосын
түсу бұрышы, шағылу бұрышы. Жарайсыздар. Келесі, қандай бетке түскен жарық шағылады? Келесі, шағылудың қандай түрі болады? Диффузиялық және айналық. Біз айнадан кескінімізді анық көре аламыз. Жазғы айна қандай кескін береді? Жалған кескін. Жазғы айна формуласы? Жарайсыздар. Келесі, үшінші этап. Кескін мен айнаның арақашықтығы 2 метр. Нәрсе айнадан қандай арақашықтықта тұр? 2 метр. Келесі, түсу бұрышы 60 градус болатын болса, шағылу бұрышы мен жазық бет арасында бұрыш неге тең? 30 градусқа тең болады екен. Енді бүгінгі сабақ бойынша сіздерге мен жақсы деген бағаларды қоямын. Біздерде формативті бағалар бойынша сіздерге бүгінгі тапсырма орындаған оқушыларға 8 деген бағаларды қоямын. Жазып жатырмыз ба? Кері байланысымызды. Жақсы оқушылар, миллиметр арқылы кері байланыс жасап болсақ, біздерде түсу бұрышын түсінді, диффузияны айналық, жазық айна, түсу бұрышы, шағылу заңдары, шағылу бұрышы, диффузиялық, шашырай немесе шашырай жазық айна туралы білдім. Яғни сіздер бүгінгі шағылу заңдары, жазық айна туралы жақсы сабақты түсінді деген ойдамын. Егер тапсырма осы параграф 36-ты тақырыбы жарқын шағылу заңдары жазық айна тақырыбын оқып келу және берілген сіздерге есепті орындап келу. Түсінікті 4 есеп бар, сіздерге WhatsApp-ымызға жіберетін боламын.